Ассалаумағалейкум, құрметті менің YouTube көрермендерім. Бүгін ерекше тақырып болайын деп тұр. Яғни, осы баланың басына шапка кигіземіз, нәски кигіземіз, дұрыс па? Бесікке жатқызамыз. Сол туралы тақырып қозғайтын боламын. Ең алдымен лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Басыңызға, қандай тұрғасын, соны басып жіберіңіз. Все, бастаймыз онда. Жалпы, байқасаңыздар, қазір көп балалар гипоксиямен туылып жатыр. Бірақ соған қарамастан баланың басына шапка кигізіп қояды. Бесікке жатқанда аяғына нәски кигізіп қояды. Құрметті достар, баланың басына үйде жүргенде шапка, нәски дегенді вообще кигізбей ақ қойыңдар. Неге десең, баланың басынан, аяқтан жақсы оттегі барады. Сіз соны жауып тастайсыз үйде жүрген кезде. Одан кейін гипоксиясы кетуі өте қиын болады. Білесіздер, Жалпы, және де баланың басы шашы өседі. Сол шашы өскен кезде сіз шапканы бүйтіп қымтап қоя берсеңіз, еще шашын алмайды кейбіреулер, бүйтіп басын қымтап қоя берсеңіз, ана терлейді. Терлегеннен кейін қышиды, аллергия береді. Ана үлкен әжелеріміз, ойбай балам басы тоңып қалмасын деп бүйтіп басын қымтап тастай береді да. Кішкене ауа кіру керек қой. Әңгіме жоқ. Шомылдырасын. Мысалы да, содан кейін кішкене 15-20 минут кигіз. Далаға шығарасың ба? Кигіз. Бірақ үйде жүргенде үйдің температурасы 22-23 градус, нормальный сол үйде. Өзің тоңып жатырмын деп, бала да тоңып жатыр деп ойламаңыз. Үйдің температурасы нормальный. Балаға жақсы оттегі бар керек, соны да ойлау керек. Таза ауа жұту керек. Таза ауаға шығару керек. Сосын нәски. Бесікте жатқан кезде тоже міне нәскиін кигізіп қоя берді. Аяғым тоңып жатыр, балам аяғы тоңып жатыр деп. Ол аяғы тоңып жатқаннан емес, нәскиден емес, нәскиге түк қатысы жоқ. Балаға D3 витамин жетіспегеннен бала терсең болады, аяқтары мұздай болады. Гипоксияның салдарынан да аяғы мұздай болады. Неге? Себебі қан айналымы жоқ. Оны аяғын жылыту үшін массаж істеңіз лучше. Аяғын уқалаңыз, міне от души істеп табандарын. Енді бала бүйтіп қоймаңдар, жерге жатқызып та. Табанын уқалаңыз, үстерін, жандарын жақсылап уқалаңыз, қан айналымы жүреді да баланың аяғы жылынады. Түсіндіңіз ғой, Ол сен нәски кигізгенге аяғы бүйтіп жылынып қалды деген сөз емес. Лучше бесікте жатқан кезде, неде жүрген кезде, былай жүрген кезде шапка, нәски, ләжі банша кигізбеңіз. Хорошо? Сосын бесік жайлы да айтып жіберсем сіздерге. Қазір бәрі бесікке салады. Бесік зиян деп атқан жоқпын мен бұл жерде. Бірақ таңертеңнен кешке дейін салып қояды бесікке. Сондай бар, көргем мен. Балам тыныш болсын деп, жыламасын деп, ұйықтап жатыр, күшті ұйықтап жатыр дейді. Бесікке салады, баласына тербетіп қояды, бұл тербетіп жата береді. Звондайды, бала жылап жатыр ма? Жоқ, ұйықтап жатыр, күшті. Болмайды да ол Неге? Себебі баланың аяғында ұршық жамбасының дисплазиясы болып кетуі мүмкін. Опасный процесс. Қалай дейсіз ғой? Бесікке саласыз. Сосын ол таңертеңнен кешке дейін жатады кейбіреулер. Немесе обедтен кешке дейін жатады. Мына екі жамбаста ұршық бар. Сол ұршық жай болғаннан бастап өсет балада. Ал сіз аяғын қатты қысып тастап, ұзақ уақыт жататын болса, бесікте қан айналымы жүрмейді да мына жерде. Соның салдарынан ұршық дұрыс дамымайды. Потом ұршық жамбасының дисплазиясы болады. Ұршық жамбасының дисплазиясының екі түрі бар, туа пайда болған және жүре пайда болған. Сіз сол жүре пайда болғанын сондай не қылып тастайсыз. Бесік жаман, бесік зиян деп атқан жоқпын бұл жерде. Просто көп жатқызбау керек та, жиі. Сосын бесікке жатқызған кезде аяғын қатты қысып тастайды. Неге? Балам аяғы түзу болсын дейді да. Оның не қатысы бар? Орыстардың аяғы неге қисық емес? Айтшы, орыстардың аяғы неге түп-түзу? Олар бесікке салмайды ғой. Демек, бесікке қатысы жоқ аяқтың түзу қисық болуы. Түсіндіңіз ғой да? Қатты қыспаңыз аяғын. Бос қойыңызшы. Себеп қан айналымы жүру керек та. Түсіндіңіз ғой, бесікті жаман деп атқан жоқпын. Бәріміз бесікте өстік, ата-бабамыз бәрі бесікте өсті. Просто нормасымен сақтау керек. Бұрын ата-бабаларымыз бесікке не үшін жатқызған? Отопление болмаған, бұрын бізде жылу болмаған, көшпенді қазақ болғанымыз, сол кезде бала жылы жатсын деген. Қазір бізде отопление бар ғой? Көп жатқызбаңыз бесікке, зачем? Егер ақпарат пайдалы болған болса, лайк басып, каналға тіркеліп алыңыз, достар. Сосын менде қақырық шығару сабағы бар. Егер балаңыздың тамағы қырылдап, қақырық болып тұрса, өзің жасап шығарттырсаңыз болады. Бір жасағынан менің сабағыма қарап та. Ол сабақ 3000 теңге тұрады. Міне экранда көрсетілген Каспий халық банкі нөміріне 3000 теңге аударып жіберіңіз. WhatsApp-қа, сол нөмірде WhatsApp-қа чегіп жіберсеңіз, сразу сабаққа қосып қоямын. Балаңыздың қақырығын бір жасағынан 5 минутта шығарып тастауға болады.